Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге сосиска в тесте рецептісін ұсынамын. Бұл рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ болып шығады. Сосиска в тесте дайындаймыз. Ол үшін бізге жылы сүт 300 мл. Жарты шай қасық тұз қосамыз. 1 столовый ложка, яғни үлкен қасықпен зекер қосамыз. Және 2 шай қасық ашытқы қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Және бетін жауып 5 минутқа қойып қоямыз. 2 қасық қаймақ саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Ары қарай аз-аздан ұн салып тұрып, жұмсақ етіп қамыр егеміз. Аз-аздан салып тұрмасаңыз, барлығын бірден салып берсеңіз, қамырымыз қатты болып кетуі мүмкін. Сондықтан аз-аздан салып тұрамыз. Дайын болған қамырымызды бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа немесе 1 сағатқа қойып, көтерілгенше күтеміз. Тестамыз көтерілді. Енді сосиска тесте дайындауға кірісеміз. Қамырымыз қолымызға жабысып қалмас үшін қолымызды сұйықтаймен майлап аламыз. Ең алдымен қамырымыздың жарты бөлігін алып, осылай оқтаудың көмегімен илеп аламыз. Және осылай жіңішке бөліктерге бөлеміз. Менде сосиска емес сардельке болғандықтан оны 4 бөлікке бөлдім. Және осылай ораймыз. Қамырымыздың көмегімен осылай орап аламыз. Дайын болған сосискаларды пергамент қағазын төсеп, противенімізге сала береміз. Жасалу жолы өте оңай. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай айналдырып қамырдың көмегімен. Дайын болған соң үстіне жұмыртқаның сарысын жағып 180 градуста қызып тұрған пешке 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Міндетті түрде пештеріңізді алдын ала қыздырып қойыңыздар. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Ұнайтынына сенімдімін. Бұл тестаны бауырсаққа, пирожкиге, барлығына да қолдана беруге болады.